Тағы қанша уақыт күтпексің? Тағы 30 секунд күтесің бе? Мүмкін тағы 1 минут күтетін шығарсың. Әлде 1 сағат күтесің бе? Бәлкім бірнеше сағаттан кейін бастармын дерсің. Әлде ертең бірақ жасаймын деп ойлайсың ба? Тағы 1 апта ма? Мүмкін тағы 1 ай күтерсің. Қанша уақыт тағы күтпексің? Жетістікке апарар лифт жоқ. Баспалдақпен көтерілу керек. Табыс әлемінде лифт деген болмайды. Сен өзіңді көтеруің керексің. Сен өзіңде бір сараңдықты күшейтуің керек. Табысқа деген сараңдық. Сен саналы түрде әрекет етуің қажет. Сен армандайтын нәрселер, қалаған дүниелер өздігінен болмайды. Орныңнан тұрып, соның соңынан баруың керек. Ал сенің қарсыластарың сен сол күйі әрекетсіз отырғаныңды қалайды. Сен назарыңды қажет емес дүниеге құртқаныңды мақұлдайды. Сенің сол төсектен тұрмағаныңды қалайды. Келесі 2-3 аптаны босқа өткізуіңді қалайды. Адамдар ылғи дұрыс уақытты күтеді. Керек дүниенің бәрі болғанын қалайды. Бірақ ол ешқашан болмайды. Дұрыс уақыт ешқашан келмейді. Сен дұрыс уақыт қашан келетінін білгің келеді ме? Дұрыс уақыт ол дәл қазір әрекет ету. Болды. Егер өмірде табысты болғың келсе, шұғылдық сезімі болу керек. Күніне 86.400 секунд бар. Сен оларды тек пайдаланып қоймай, жылдам пайдалануың керек. Тез әрекет ету керек. Неге? Себебі сен қалаған жетістікті тағы басқалары да қалайды. Себебі сен сияқты біреу сен жасап жатқан дүниені жасап жатыр. Ол да еңбек етіп жатыр. Кейде сен сияқты емес, сенен қатты жұмыс жасап жатыр. Сенен қарағанда көбірек тер төгіп жатыр. Сенен қарағанда көбірек қан төгіп жатыр. Сен мені тыңдап тұрсың ба? Сен тезірек істеуің керек. Мен таңғы сағат 4-те тұрамын, ал сен таңғы сағат 6-да тұрасың. Сен менен ақылды болуың мүмкін. Сен мені естіп тұрсың ба? Мүмкін сенде мүмкіндік көп шығар, бірақ мен сенен ерте бастаймын. Мен сенен жылдамырақ әрекет етемін. Сен тұрған уақытта мен істі аяқтап тастаймын. Орташа адамдар бірдей кітап оқиды, бірдей сөйлейді, бірдей кестеде болады. Бірақ кім тезірек әрекет етсе, сол жеңеді. Күнді жеңеді, аптаны жеңеді, айды жеңеді, жылды жеңеді, өмірді жеңеді. Қазіргі сәт ол сый, оны бағалау керек. Жылдамдат, сен тым баяусың, жылдамдат, сен тым баяу қозғаласың. Егер уақытыңды бітіргің келсе, жай ғана бітіру жеткіліксіз. Тез бітіру керек. Уақытың сен ойлағандай көп емес. Бүгінді игер. Дүйсенбіні жең. Сосын сейсенбіге өт. Сосын сәрсенбі, бейсенбі, жұма, бәрін бағындыр. Сонда сен апта, одан кейін ай, жыл, өмірді жеңесің. Мені естіп тұрсың ба? Сен солай өмірді жеңесің. Тығыз өмір сүруді баста. Бүгін сен осындасың. Ертең сен жоқ болуың мүмкін. Өмір тосын сыйға толы, оны болжай алмайсың. Онда ешқандай кепірліктер жоқ. Сенің күтіп отыруыңның пайдасы не? Сен армандарыңды кейінге қалдырудың пайдасы не? Сен уақытыңды басқарасың, немесе уақыт сені басқарады. Прокрастинацияны жоюдың бір ғана жолы бар. Ол бастау. Жай ғана баста. Әрекет ет. Сонда ол жоғалады. Оған өсуге мүмкіндік берме. Өзіңнен сұрашы. Уақытыңды қалай өткізіп жатырсың? Пайдалы іспен айналысып жатырсың ба? Дамып жатырсың ба? Әлде уақытыңды босқа жіберіп жатырсың ба? Жай ғана бос құрттым. Тағы 5 минут ұйықтайыншы деудің орнына, орныңнан тұр да іске кіріс. Ақталуды тоқтат. Өзіңе айтатын болмашы сылтауларды тоқтат та іске кіріс. Егер сен күн сайын дамымасаң, үлес қоспасаң, сен өзіңе риза болмайсың. Тұрақсыздық өз-өзіңе зиян келтірмен аяқталады. Барлығы жақсы кезде сен әрекет етесің, көңілді жүресің, ал тұрақты жүретін адамдар ештеңеге қарамастан өздерінен әрекет етуді талап етеді. Міне осындай адамдар нағыз сенімділікке және нағыз өмірді сүреді. Кейде қорқсаң да бәрібір әрекет ет. Қолдау болмаса да әрекет ет. Ешкім сенбесе де әрекет ет. Неге? Себебі үлкен жетістікке жететіндер ақталмайды. Олар жолын табады. Бірақ кейде адамдар ешқандай қолдау таппадым, немесе мені ешкім қолдамады деп өзінің арманына қолын сілтей салады. Кішкентай нәрселерде сен тұрақты бола аласың ба? Қайсарлық таныта аласың ба? Қараңғыда да өз ісіңе адал бола аласың ба? Тұрақты бола аласың ба? Өз сөзіңде бүлк етпей тұра аласың ба? Бастағаныңды аяқтайтын адам болсаң, сен бәрінен алда боласың. Өзіңді денсаулықтың жолына жетеле, бақыттың жолына, еркіндіктің жолына.
жетістіктің жолына және бәрін біріктіретін тәртіптің жолына. Осы жолмен соңына дейін жүр. Тәртіп ол еркіндік. Сен тоқтай алмайсың. Жұмыс істеп жатқанда, қиындықтар кездескен кезде жылап немесе қайғырып уақыт өткізе алмайсың. Өз өміріңді қолыңа ал. Өмірің өз қолыңда. Егер сен басшы болғың келсе, жауапкершілікті қолыңа ал. Өз өміріңді иемден, өз уақытыңды иемден, өз күніңді иемден. Халқым, сендер жеңіске жеткілерің келсе, тұрыңдар. Және мен осындай бейшара күйде болудан шаршадым деп айтыңдар. Ешкімді күтпе. Бар да ал. Сен мәңгі өмір сүрмейсің. Егер абайламасаң, өміріңнің соңында ертең жасаймын деп жүріп, ештеңе істемегеніңді түсінесің. Ертең деген жоқ, тек бүгін бар. Әрекет прокрастинацияның жалғыз емі. Дәл қазір, дәл осы жерде. Күтпе, ақталма. Не себепті жасай алмайтыныңды сылтауратпа. Тұр, шық және істі аяқта. Сенде бір ғана мүмкіндік бар. Бір ғана. Істі кейінге қалдырудың орнына өзіңе айт. Ертең деген жоқ. Сен әрекет ететін күн ол тек бүгін ғана. Сондықтан дәл қазір баста.